Сәлеметсіздер ме, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Әйгерім Батырхан. Бүгін мен өзімнің сестренкам Ахмошпен бірге жаппай сатылымға келдік. Бағаларын көруге, жалпы маусымдық сатылым қалай болады екен, жалпы шынымен 80% жеңілдік бар ма екен, жоқ екен, соны көруге келдік. Қазір біз Коттонда тұрмыз, одан кейін H&M'ге кіреміз, одан кейін Дженниферге, Мангоға, менің сүйікті Зарама, Мангоға кіреміз, қазір көреміз. Бізбен бірге болыңыздар. Мне досталось. Да. Вот такую юбку в свое время в 5 классе я одевала на зимний был маскарад. Ты была феей. Только стоит 4000 тенге. А мне тетя шила. Где скидки? Жаппай сатылымнан не алғанымызды қазір көрсетеміз сіздерге. Мынандай көйлек алдым. Жалпы бұл көйлек H&M'дікі. Өте әдемі қара көйлек. Білесіздер ме, бары жоғы 2,5 мың теңгеге. Және қалған нәрселерді көрсетпей қояйын. Енді қыздарыма мынандай витамин алдым. Витамин С және цинк, витамин С. Қазіргі таңда жаңағы қатты суықта кішкене болсын, иммунитетті көтеруге арналған. Өте жақсы. Упаковкада жасалынған әдемі сырға. Сырғаны көрсетейін, күміс. Жалпы бағасын айтсам таңғаласыздар. Себебі бұл бар жоғы 1700 теңгеге алдым. Күміс, таза күміс, кішкентай балаға арналған. Я хочу познакомить со своими коллегами. Привет. Это мои коллеги с дорожного радио, а теперь уже с русского радио. Такая вот красота у нас. Горы Алматы. Фирменный босс екен. Вот здесь сижу, и микрофон. Одеваем наушники. И читаем новости. Бүгін мен сіздерге жалпы депрессия жайында айтпақпын. Неге осы бізде белгілі бір кезеңде жалпы бәрі жақсы, жұмыста да жақсы, үйде де Құдайға шүкір тыныш, бірақ бізде жаңағы бір ештеңеге құлшынысымыз жоқ, жалпы ештеңе істегіміз келмейді, ештеңеге бір зауқымыз жоқ болатын кезеңдер болады. Жалпы оны біз депрессия деп айтамыз. Не себепті бізде депрессия болады? Оны біз түсіне алмаймыз. Жалпы сол үшін мен мынандай параққа жазып алдым. Депрессиядан қалай құтылуға болады? Жалпы депрессиядан құтылу үшін адам баласы не істеу керек? Жалпы өзім қандай қағидаларды ұстанам, сол жайында сіздермен бөліспекпін. Ең біріншіден, депрессиядан құтылу үшін міндетті түрде, менің ойымша, міндетті түрде спортпен шұғылдану керек. Спорт ол сізді жаңағы депрессияға ұшырамауға, жалпы ештеңеге ренішпен қарамауға, жалпы өзіңізді сүюге кішкене итермелейді. Сондықтан да міндетті түрде спортты қолға алыңыздар. Кез келген спорт болуы мүмкін ол. Және де ол жаңағы би болуы да мүмкін. Сондықтан да бірінші кезекте депрессиядан арылу үшін спортпен айналыса бастаңыздар. Әрине, депрессия болған адамда жаңағы ештеңеге құлшынысы болмайды, еріншектік пайда болады. Соған қарамастан міндетті түрде өзіңізді қинап тұрып спортзалға апарыңыз. Екіншісі жаңағы әрине адамда хобби болу керек, ермек болу керек, бір нәрсемен айналысу керек. Күнделікті жаңағы жұмыс үй, бала шаға деген тәртіптен кішкене арылып, басқа да бір
нәрсемен айналысу керек. Бәлкім жай ғана жарты сағат таза ауада қыдырып жүру, немесе жаңағы өзіңіздің бір сүйікті ісіңізбен айналысу, бұрыннан қалап жүрген киім тігу болсын, торт жасау болсын, немесе шетел аралау болсын, міндетті түрде басқа бір нәрсемен іспен айналысыңыз. Өзіңді өзің кінәламау. Жалпы қол жеткізген нәрсеңе өзіңді өзің кінәламау. Мысалы, бәлкім сізде жаңағы өзіңізді толыққанды жаңағы жұмыста керемет маман сезінбейтін шығарсыз, немесе жаңағы армандаған көлігіңіз жоқ шығар, армандаған жаңағы пәтеріңіз жоқ шығар. Сонда жаңағы өзіңізді кінәламау, өзіңізге жүк артпау. Қол жеткізе алмадым, жаңағы ештеңені істей алмадым осы уақытқа дейін, қолымнан ештеңе келмеді деп өзіңізді өзіңіз кінәламаңыз, өзіңізге өзіңіз жүк артпаңыз. Ол сіздің істеген дүниеңіз, өткен кеткен, енді болашағыңыз бар ғой, қазіргі күніңіз бар ғой. Соны пайдаланыңыз, сол мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Керісінше, өткенге өкіне берсеңіз, сіз болашаққа да балта шабасыз. Келесісі жаңағы өткенді ұмыту. Осы өзіңді кінәламаудың бір түрі өткенді ұмыту. Мүмкін бәлкім саған атаның керемет бір махаббат бермеген шығар. Немесе жаңағы өткен күнге бір ренішің бар шығар. Әр адамда болады ғой сондай жағдай. Бәріміз пендеміз. Соны еске алып, өзіңді өзің жаңағы кінәлай бермеу. Сол өткен өмірмен өмір сүрмеу, өткенді ұмыту, есікті жабу, болашаққа есік ашу, қазіргі күніңді бағалай білу. Сондықтан өткен жаңағы бір реніштерге, өткен бір қиыншылықтарға көз жүгірте бермеу, оны ұмыта білу керек, өткенді ұмыта білу керек. Келесі жаңағы кітап оқу. Міндетті түрде психологиялық, философиялық кітаптарды оқыңыздар. Онда ол жерде жаңағы көптеген ақыл кеңестер жазылған. Жалпы осы депрессиядан қалай құтылуға болатынын. Жалпы, егер де сіз депрессияда жүрсеңіз, сондай кітаптар оқысаңыз, спортпен шұғылдансаңыз, өткенді ұмытуға тырыссаңыз, бірнеше айдың ішінде сіз қалай депрессиядан шыққаныңызды, қалай күлімдеп жүргеніңізді, қалай жаңағы өзіңіздің өміріңізді өзгерткеніңізді байқамай қаласыз. Мен бұған кепіл бола аламын. Өзімде осындай жағдай басымнан өткен. Сондықтан да сіздерге кеңес беріп отырмын. Өмірді сүю керек. Өз ісіңді сүю керексің. Істеп жүрген ісіңді, өміріңді сүю керексің. Әрине, бәлкім сізде жаңағы бұндай бір реніш болуы мүмкін өзіңізге. Жаңағы қол жеткізе алмадым, ештеңе істей алмадым деген секілді. Бірақ сіз ойланыңыз, сіздің өміріңіз басқа адамдарға қарағанда керемет шығар. Себебі Дейл Карнеги мынандай бір әңгіме айтып берді. Жалпы онда бір әйел көзі соқыр болған екен, көре алмайды. Одан кейін операция жасағаннан кейін 30-40%-ға оның көзі көре бастайды. Сол кезде ол кісінің ыдыс-аяқ жуғанын көрсеңіздер ғой дейді. Жаңағы ыдыс-аяқты ары жу, бері жу, көпіршіктерге жаңағы ары қарайды, бері қарайды. Таза болған ыдыс-аяқты ары, бері. Сөйтіп ол адамның жаңағы өмірге деген құлшынысы өзгеріп, көзі жаңағы жақсы көре бастаған. Сол жаңағы адамның өмірге деген құлшынысын көрсеңіз ғой дейді сол кезде. Сол секілді жаңағы бәлкім сіздің өміріңіз басқа адамдарға қарағанда бақытты шығар. Сондықтан да кішкене өзіңізде бар нәрсені бағалай біліп, оны еселей біліңіз болашақта. Одан кейін міндетті түрде өмірді сүйген соң жаңағы өзіңіздің көңіліңізді көтере біліңіз, өзіңізге сыйлықтар жасай біліңіз. 50 теңгеге болса да бір помада алып қойыңыз өзіңізге. Айына 10 мың теңгеге болса да жаңағы көйлек, сөмке алып қойыңыз. Бала-шаға, үй тіршілігі, жаңа күйбің тіршілікпен жүре бермеңіз. Өзіңізді сүйіңіз. Өзіңізге айына болмаса да бірнеше айда бір рет сыйлық жасап тұрыңыз. Өзіңізді өзіңіз жаңағы кейде ыдыс-аяқ жумай қоюға, үйді жинамай қоюға, өзіңізге бір жаңағындай сондай бір сыйлықтар жасап тұрыңыз. Өзіңізді өзіңіз сүйіңіз, бағалай біліңіз. Сіздің деніңіз сау болмаса, сіз бала-шағаңызға да, жолдасыңызға да керек емессіз. Бұл ақиқат.
Одан кейін әрине мақсат қоя білу, мотивация. Адамда мотивация болу керек. Сондықтан да міндетті түрде өзіңізге мақсат қойыңыз алдыңызға. Жалпы болашақта мысалы мен үлкен бір пентхаус алғым келеді. Немесе биыл мен жалпы жалақымды 1 миллион теңгеге дейін өсіргім келеді деген секілді мақсат қойыңыз. Мейлі бәлкім ол сізге ой керемет мынандай мақсатқа қол жеткізу қайдан деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ соны қойыңыз да мақсат қойып, өзіңізге жаңағы мотивация жасаңыз. Әрине, ондай мотивациясы бар адамдарда депрессия қайдан болсын? Себебі сондай мақсатқа жету үшін әрине ол еңбек етеді, тырысады. Еңбек еткен адамда жаңағы бос уақыт болмайды. Бастысы ең маған ұнайтыны бұл медитация жасау. Жалпы медитация жасап үйрену керек әр адамға. Бірақ та егер де сіз білмесеңіз, тыныш отырып, өзіңіздің ішкі түйсігіңізге көз жүгіртіп, көзіңізді жұмып, сонымен іштей сөйлесіңіз. Осының өзі медитацияның бір түрі. Жалпы медитация жайында келесі шығарылымдарда айтамын. Сондықтан да менің депрессиядан арылуға өзіме септігін тигізетін, көмектесетін нәрселер осы. Сіздерге көмек болса, сіздерге біреу болсын, біреу ұнаса, қуанышты боламын. Сау болыңыздар. Рахмет тыңдағандарыңызға.